Жаным әкем, сағындым сізді қатты. Жалғыздығым жаныма тағы батты. Мені әлем жиылып жұбатса да, бере алмайды сендегі махаббатты. Асқар тауым, тірегім өзің едің. Артушы едім әр уақыт саған сенім. Ғаламда миллиард әке болса дағы, Аллаға керек бопты әкем менің. Сағынып барған кезде басыңызға, жылаймын ерік беріп жасымызға. Әкешім, қазып алып қабіріңді, жатып алғым келеді қасыңызға. Жалғанда жанымды ұғар адам бар ма? Тегіштей тұншығамын, амал бар ма? Әкесіз өмір қатты ауырлығын қалай айтып ұқтырам адамдарға? Қайғы түйіп кеудеме салдым құлып, шамам жетсе алар ем жерден жұлып. Жанарыма жас алып сізді еске алам, әкесі бар жандарға қарап тұрып. Алла сынақ береді сүйген құлға, жаратқаннан кеп жеткен бұйрық болды. Жаныңыз болсын әкем тек жәннаттан, толсыншы қабіріңіз жарық нұрға. Кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демегім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әрқашанда Амансыңдар ма ағайын туыстарым, отбасым Жайнагүл, ұлым Елдос, қыздарым Еркежан, Айгүл. Сендерді тастап кеткім келген жоқ, жазмышқа қарсы келер күш жоқ екен. Жан жарым Жайнагүл, саған мың алғыс, қиындықта тік тұрып балаларымды өсіріп, осы күнге жеттің. Ендігі күнің тек қуаныш болсын. Балаларым, аналарыңды аялап, үнемі қуантып жүріңдер. Ешқашан жандарың жабырқамасын. Аман болыңдар. Арнадым алғыс тағзым, еш мектеп жет алмас құнына, ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке, сізде ақ